Ассаламағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Мына видеоды көріңіздерші. Сәлем достар. Мен қазір жұмыстан түсіп, осы видео жасап жатырмын. Өзім Қазақстанға келгелі жарым жыл болды. Осы жерде тұрмыс жасағанда, көшеге шыққанда, такси отырғанда көптеген адамдар маған көмек берген. Олар маған кездескенде, түріне қарағанда сол маған орысша сөйлейтін көрінді. Соны мен айтам, мен орысша жақсы білмеймін, қазақша сөйлесе бола ма деп бар күдел қойбай. Ал енді не ойлайсыздар? Түрі тап-таза Қытай, тілден де білініп тұр. Не дейміз енді? Әдетте қарапайым халық болса онда айтар жоқ. Бірақ бұл Қытай қазақша тілді жақсы үйреніп алды. Міне мүмкін мен енді жақсы айтатын шығар. Бірақ мен енді қазақпын, бірақ мен қытайша оқығам. Мен қалған. Бұлар не үшін, не себебімен Қазақстанға бүйтіп қазақша тілді судай сөйлегенде үйреніп алып келіп отыр? Осыны ойлайықшы, қазақтарым. Бұлар ұзын уақыт, өмір байқы Қазақстанда өмір сүру үшін дайындықтарын жасап Қазақстанға келіп отыр. Бұлар біздің тілімізді біледі, әдеттеріміз біледі. Ертең бүрсігіні бұдар Барқаш көл емес, бүткіл Қазақстан аңдып отыр. Ал сол кезде тура осындай осыдар нағызы Қытай өкіметіне көмектеседі, күш шығарады. Әрбір тағы керек десеңіздер, бұл қазақтар не деп отыр? Бәрін переветтеп береді, аудармақ береді. Қазағым, бұл Қытайдың сайтан Қытайдың мынандай сиқырсып қазақша төрт ауыз тілді үйреніп алғанына мақтанбай қойшы. Керек емес. Қытайдар біздің тілімізді үйренуін түк те керек емес. Бізбен араласпай қойсыншы, өздерінің жерінде жүрсінші. Біздің Қазақстанда бұдардың әкесінің басы бар ма? Атасының басы бар ма мына жерде? Жоқ қой. Қазақстанда бұл Қытайдар үшін емес, өз қазақтарымызға жұмыс жоқ. Қарын аш, кейін десе киімдер жоқ, ақша жоқ жүр. Ал бұл Қытайдар тілдерімізді үйреніп алып, тыпырлатып мына жерден жұмыстарын істеп отыр, теңгелерімізді тауып отыр. Ол теңгелер үйенге шағаттағы Қытайны алып кетеді. Баяғы кене сияқты адамның денесіне жабысып алып, қаныңды сорып, ішіп, құртпай бұлар қоймайды. 70 жылдың алдында 3 аймаққа әдеп келгені бұл Қытайларды өстіген. Қазақтың арасына кіріп, өмір сүріп, қазақ мектеп оқығандар да жетеді. Міне әлі кеше жүр ғой Қазақстанда. Мен қазақша оқығанмын, мен өзім жарты қазақпын дегендер жетеді бұлайдан. Бұл қазір осы Қазақстанда келіп алған бұдар, тура 70 жылдың алдында 3 аймаққа келіп, қазақтың арасында өскен содарының ұрпақтары. Бұдардың мақсаты қазақты бірақ құртпай қоймайды. Ал енді біздің топас, надан қазақтар сода төрт ауыз сөз сөйлеген қазақша тіліне мәз болып деген шалқадан жатып сүйкінісіп кетеді. Ей топас, кеше ғана ғой, міне бүгінде қазірде жүріп отыр ғой. Лагерге қамап отырғаны. Әлім Нұр Тұрғанбайды әлі кеше қамап отыр ғой. Не үшін осындай Қытайларды Қазақстанда ұстамайды? Не үшін? Өте-мөте осы Қытайшыл қазақтарға айтамын. Сендер бар ғой, аз қалды сендердің күндерің. 4 жыл, 5 жыл уақыт қалды. Содан кейін бәріңдерінің осы тиктоктағы, инстаграмдағы, ютубтағы, вичаттағы осы фотоларыңды, аты жөндеріңді, ақпараттарын бәрін елдеп дайындап отырмын әлі де дайындап отырмыз. Сол кезде қытайшылың болсаң бәрін семьяңмен қосып, қатың балаңмен бірақ Қытайға жіберіп тастаймыз. Сендей сияқтындай қытайшыл қазақ керек емес, әрқашан қазаққа керек емес. Сендер қазақтың ішінен шыққан сатқынсыңдар. Осы Тоқаев сияқты ұлт сатқыны. Қытайша оқысаң не болыпты? Мен де Қытайша оқыдым. Бірақ мен артта ұлттық сезімді таптым.
Мен Қытай емес, мен қазақпын деп отырмын. Біз қазаққа істеген жұмыстың бәрін білемін. Қандай арамза жұмыс істеген білемін. Біздің тілімізді жоғалтты, дінімізді жоғалтты, мәдениетімізді жоғалтты. Қазақты Қытай қылайын деп отыр бұдар. Ал соған мәз болып жүресіңдер ма? Қытайның бір сөзі бар. Не деген сөз ол? Біздің көзіміз жерген топырақтың бәрі біздің жерген сөз. Мейлеріңді істетіңдер, қазақтар.